Ассалаумағалейкум, каз кино арнасының көрермендері. Бүгінгі видеода Измейтаса Демон атты киноны сіздерге мазмұндап беретін боламын. Видеоға салмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып қолдау көрсете отырыңыздар. Кино Соларис атты отбасының өздерінің армандап қолдары жеткен үйіне келгеннен басталады. Бірақ бұл үйде неше түрлі жын-жыпырлар толы үй еді. Отбасы толықтай ұйқыға кеткен уақытта кіші қызы Грейстің бөлмесі құлыпталып қалады. Әке-шешесі бөлмені әзер ашқан уақытта ішіне жын-шайтан кіріп кеткен қыздарын көріп қорқып кетеді. Жын болса оларға мына үйден кетулерін талап етеді. Солай олар біраз әңгімелеседі, қыздарын қайтарып беруін өтінеді. Оның орнына басқа адамды тауып беріп, соны құрбанды етуге ұсыныс жасайды. Кадр торт пісіріп жатқан Уилл атты жігітке ауысады. Уилл кезекті тапсырысын қабылдап жатқанда үйге оның Эмми атты қызы келіп, Уиллдің ай сайын жұмыс ауыстыра беретіндігін, тұрақты жұмысы жоқтығын айтып, арамызда енді ештеңе жоқ деп үйден кетіп қалады. Бұл жағдай Уиллді қатты уайымдатып, жаңа өмір бастауым керек деп, ол басқа қаладан үй қарастыра бастайды. Сол уақытта ол Соларис отбасымен танысып, Соларис отбасы Уиллді жақсы қарсы алып, арзан бағаға үйді жалдауға беріп, отбасы толықтай үйден кетіп қалады. Уилл үйден бұзылып қалған заттарын жөндеп, барлығын ретке келтіреді. Кешкісін демалып сырасын ішіп, Патрик атты досымен сөйлесіп, қызы екеуінің ортасында болған жағдайды досына айтып береді. Уилл қатты шаршап ұйықтап қалғанда түннің ортасында қорқынышты дауыстардың кесірінен оянып кетеді. Жертөлеге түскен уақытта әлгі дауыстар оған маза бермей қайталана береді. Қатты қорқып кеткен Уилл не істерін білмей қайта төсегіне келіп жатқан мезетте оны әлгі бір мақұлық қылғындырып жоқ болып кетеді. Таң ата Уилл пеште пісіп тұрған тортты көреді. Торттың бетінде "мен сенің жаныңды аламын" деген сөз жазулы болатын. Сол мезетте оның Патрик атты досына үйіне келіп бұл жағдайдың дұрыс еместігін айтып полиция шақырады. Мән-жайды қалай болғандықтан толықтай үйге кіреберіс жерде түсіндіріп береді. Уилл сол уақытта басқа бөлмеге кірген мезетте орындықтардың бір-біріне жабысып тұрғандығын көріп барынша мән бермей жаттығуын жасай бастаған бойда жертөледен пианиноның даусы шыға бастайды. Жертөлеге кірген бойда өзі дайындаған торттардың тұрғандығын байқап, оның бетінде "бұл үйден кет" деген жазуды көріп қорқып кетеді. Сол уақытта әлгі жын жігіттің артынан пайда болып, оның жан дүниесіне кіре алмайтындығын айтып, үйден тез кет деп шыңғырып қорқытып жібереді. Сол мезетте қатты қорқып кеткен Уилл үйден қашып шығып қызының үйіне келеді. Бірақ кіре беріс жерде қызының басқа жігітпен кездесуден келе жатқанын көріп ашуланып қайтып әлгі үйге кетеді. Үйге келген уақытта әлгі жын оны күтіп алып, үйден кетуің керек деп миын жей бастайды. Уилл болса жыннан қорықпай, керісінше мән бермеуге тырысады. Ертесіне Патрик Уиллді көңіл көтеруге шақырады. Патрик оны өзінің жұмыстасымен таныстырып, солай үшеуі жақсы әңгімелеседі. Әңгіме барысында жын-жыпырлар туралы әңгіме қозғала бастайды. Әлгі қыз бұндай жағдайға туралы білетіндігін айтып, үйден жындарды қуып жіберуге болады деп, үшеуі солай үйге келеді. Жын қуу әдісін бастай бергенде қыз аяқ асты талып қалады. Сол мезетте Патрик басқа бөлмеге кіріп кетеді. Уилл әлгі бөлмеге кірген бойда жын Патриктің ішкі жан дүниесіне кіріп кеткен болатын. Кірген бойда досының кейпіндегі жын Уиллға шабуыл жасап қолын тістеп алады. Әлгі талып қалған қыз болса оянып Уиллға көмектеседі. Осылайша бір алысып болған соң Патрик өзінің қалпына келіп есін жинайды. Қолы жараланған Уиллға көмек беріп өздерімен бірге алып кетеді. Уиллдің жағдайы жақсарып таң ата үйіне келген бойда бұрынғы қызын көреді. Солай екеуі бірге әңгімелесіп, қыз болса жігіттен кешірім сұрап, екеуі бірге қуанып тамақ пісіріп, кешкісін бірге уақыт өткізеді. Таң атқан бойда Уилл әлгі жынның қызға кіріп кеткендігін көріп, еш қорықпастан қызды байлап тастайды да Патрик пен Эммиді үйге шақырып, жынның өзінің адам тапқандығын айтып, жынды қалай болмасын оның жан дүниесінен шығаруымыз керек деп ақылдасып жатқанда, Соларис отбасы үйге кіріп келіп, жігіттің әлгі үйде екенін, әлі күнге дейін тұратындығын көріп таң қалады. Уилл әлгі отбасының сұрақ астына алып, неге бұны ертерек айтпадыңдар деп ашуланады. Ал Соларис отбасы болса мән-жайды толықтай түсіндіріп беріп, олардан кешірім сұрайды. Барлығы жиналып әлгі жынды үйден кетіруге әрекет жасай бастады. Уилл Эммиді іздеп жертөлеге түскен бойда торттарды мыжып жатқанын байқап, оны қатты құшақтап, оны жақсы көретіндігін айтып жібермей қысып алады. Бұған шыдай алмаған жын қыздың жан дүниесінен өзі-ақ шығып кетеді. Бұл уақытта әлгі жын Соларис отбасындағы қыздың ішіне қайта оралған болатын. Уилл жертөледен әлгі жынның жанын торттардың арасынан тауып алып, оған пышақ сұққан уақытта ол бірден атылып кетеді. Осылайша сол мезеттен бастап әлгі жын бұл үйден біржолата кеткен болатын. Араға бір жыл салып Уилл, әйелі, Соларис отбасы, Патрик барлығы әлгі үйде бас қосып болған оқиғаларды еске алып қонақ болып кетеді. Уилл барлығын шығарып салып жатқанда Соларис отбасындағы қыздың оған жын кейпінде күліп қарағандығын байқайды. Бірақ дәл осы уақытта кино толықтай аяқталады. Видеоны аса лайк басып, арнаға тіркеліп қолдау көрсете отырыңыздар.